Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біз пайғамбарлар қиссасы атты подкастымызды бастаймыз. Бүгін бізде студияда Құрбанбек Серікұлы, Ұлытау облысы Жезқазған қаласының Ахмет Ишан Ораза мешітінің ұстазы, найып имам. Қош келдіңіз. Және де Нұрлайхан ұстазымыз, Алла қабыл етсін. Бүгінгі біздің сөз қылатын пайғамбарымыз, ғибрат алатын пайғамбарымыз Солих алейхиссалам. Жалпы Солих алейхиссалам жайында не айтамыз? Ол кісі араб болған. Алдында біз Худ алейхиссаламды айтқанымызда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам төрт кісі араб болған деп айтады. Соның біреуі Худ, екіншісі Салих алейхиссалам, үшіншісі Шуайб, төртіншісі біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді бұл түсінікті болады. Бұл кісі араб болса, онда бұл араб өлкесінде өмір сүрген кісі. Яғни бұл кісілер қазір Саудияда бір Мадаин Солих деп аталады. Сол жерде өмір сүрген болып табылады. Және бұл кісілерді кейбір риуаяттар айтады, кім атқа туыс деп ше, Иромнан ұрпақтары деп айтылады. Одан кейін Худ алейхиссаламмен туыс деп айтады. Дұрысын Алла біледі. Жалпы Иромнан тарих деп айтады. Яғни біз айттық Ирмазиятил имад деп айтылады ғой. Яғни қай ат десе Иромның аты дейді ғой. Бұлар да солардан әйтеуір тараған кейінгі ұрпақтар деп айтылады. Бірақ бұлар біраз уақыт бар, өйткені алдыңғы аттың кезінде Қағба құрылмаған. Бұлар Ибрахим пайғамбардан кейінгі оларды деп айтылады енді. Бұл Самуд қауымы. Сосын Самуд қауымы өздерінің бауырларынан болады. Яғни айтады: "Ва иля адин ахахум Худа", сосын "Ва иля Самуда ахахум Салиха" дейді. Яғни Самудқа бауырлары Салих жібердік. Неді атқа бауырлары Худты жібердік дейді. Яғни өздерінің болған арасынан болады. Айырмашылық сонда екі Худ алейхиссалам, Солих алейхиссалам қауымының айырмашылық. Екі түрлі қауым ғой, былай айтқанда. Айырмашылық жоқ қой. Айырмашылық бар, соның үшін қауымы деп келеді ғой екеуінде де мысалы. Ол жақта да бар. Бірінші ат ол анық, Иром болған. Аллах тағала ашық айтады: "Ахлака адинил уля" деп. Енді екінші атқа мәселесінде уақытта хилаф бар, бірақ көптеген сөздерден не деп келеді? Осы Самуд деп айтады ше. Мүмкін осы ұқсастықтарынан шығар, өйткені бұлар да тауларда, тастардан үй салатын да. Бұлар үй салып тұратын, иә. Ана кісілер Худ алейхиссалам қауымы үйді жай бір әсемдік не үшін, қызық үшін салады. Иә, салады. Салих алейхиссалам, жалпы ол кісінің тарихына қарайтын болсақ, көбінесе жастайынан пайғамбарымыз сияқты болған екен да. Көбінесе саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянына қарайтын болсақ та, үнемі жастайынан, яғни пайғамбарлық келмей тұрып та өзін жаңағы неше түрлі құдайларға табынудан сақтаған екен. Сосын Салих деп, шынымен де Салих Амин деген аттары да болған екен да бұл пайғамбардың. Өйткені шыншыл болған, өте сөйлеген кезде нақты сөйлейтін болған. Сосын қауымы бұны пайғамбарлық келгенге дейін қоямыз деп ниеттеніп жүрген екен да. Өйткені бұл кісі жастайынан өте шыншыл, әділ, шешен болған дейді ғой. осы жағынан қатты дамыған, сондай бір таза кісі болған екен да. Сөйтіп пайғамбарлық келгенге дейін ешқандай пұтқа табынушылық сипаттары көрінбеген екен бұл кісінің. Алла тағала сақтап қойған шығар мүмкін, бірақ соғысы жағы тура біздің Мұхаммад пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді деген да, ұқсастық жағынан. Андай жалпы бүкіл пайғамбарлар не ғой, маасум ғой. Олар пайғамбарлыққа дейінде, пайғамбарлық кейінде жоғалмайды ғой. Иә, пайғамбар болған кісілердің барлығы ондай күнәдан алыс болады. Неден алыс болған дейді ғой барлығы. Қауымдардың ұқсастығына қарайтын болсақ, аятта, Құран аяттарында ана нәрсе келтіреді ғой. Олардың орынбасары деп, ат қауымның орынбасары еттік деп айтады. Атқа плеспек не етеді? Олар Нұхтың ізбасарлары деп келтіреді. Дәл солай бұл Самуд қауымына ат қауымының орынбасарлары, ізбасарлары деп келеді. Сөйтетін болсақ, қарайтын болсақ, шынымен де ізбасарлары Алла тағала бұл қауымға дәл ат қауымына берген секілді нығметтерді берген екен. Дәл сол ұқсастықтар, негізі сіз жаңа ұқсастық сұрадыңыз, өте көбеген ұқсастықтар. Олардың мекендеген жеріне қарасақ та таулы мекендерді мекендеді, және де жайылымдары, жеміс жидектері, жайқалған талдары, жалпы айтқан кезде нығметтері жағынан өте ұқсастығы көп болды ғой. Енді Солих алейхиссалам
жаңа өзі несінен бастап пұтқа табыну деген сияқты неден таза болды ғой. Енді жаңа қауымын пұтқа табынбау керек, бұл дұрыс емес деп Алланың тура хақ дініне шақырып жүрген кезде жаңа үлкен нелер айтады ғой, көшбасшы, қолбасшылары. Біз сен жаңағы өзіміздің немізді қылып сайлайын деп жүредік, сен бір құрттың ғой, ата бабамыздан келе жатқан бір жаңағы дін деп. Сен осын ата бабамыздан келе жатқан нәрсеге табынба, сыйынба, ұстанба деп келесің деп. Енді соны қарасаңыз, аят бар бұған қатысты. Жалпы біздің алдымызда маржуан едің дейді да, андай сені үміт етіп жүредік қой деген сияқты. Және ақылың кемел болып, айтып тұрған енді әңгіме не деген сияқты тиіседі. Бұл жерде айтып отыр да, ата бабаларың ұстанған дінді сен ұстанбадың деп отыр ғой. Солих алейхиссалам ғой. Ата бабаларымыз пұтқа табынған, сен бұған табынба деп бізді уағыздап жатсың, одан қайтарып жатсың. Біз сені басшымыз қылып, не қылып сайлайын деп жатқан кезде сен бәрін құрттың ғой дейді. Енді қазіргі уақытта кейбір кісілер бар да, мысалға біз қазір дәстүрлі Ханафи мазхабын ата бабамыздың ұстанған дінін ұстанып келе жатырмыз дейміз ғой. Енді осыны айтады да, ата бабаларың адасқан ғой деп мына нәрсені келтіреді мысалға. Біздің ата бабамыздың тарихына қарайтын болсақ, керісінше бізге қарағанда жақсы ұстанған ғой. Дінді ме? Дінді ұстанған, өйткені біздің ата бабамыздың заманына қарайтын болсақ, ғалымдардың, мұхаддистердің, фақихтердің көпшілігі осы біздің ата бабаларымыздың, яғни Орта Азия жерінен шықты да, біздің ата бабаларымыз кезінде. Сол кісілер адасқан дейтін болсақ, имам Бұхариға да тіл тигізген боламыз да, имам Тирмизиға да тіл тигізген боламыз да. Ол кісілер өйткені біздің ата бабамыз болды негізінде. Одан бөлек біз соқыр еріп жатқан жоқпыз арттарын. Бұл жақтағылардың мәселесі соқыр еру да, ол сондай болды. Бұл жақта айырмашылық бар үлкені. Өйткені біз қараймыз, бірінші анализ жүргеніміз, ақиқат болса аламыз, ақиқат болмаса қалдырамыз. 70 жылдай біз мысалы атеистік кезеңде өмір сүрдік, ата бабаларымыз одан да әсерленді. Діннен айырылдық, оның барлығы негізі бізге, біздің тарихымызға кіріп кеткен кірмелер көп та. Сондықтан барлығы біздің ата бабамыздың жолы екен демей, саралап дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді жалпы. Бізге шариғатымыз дінімізге қайшы келмейтін дінді тура жол. Соқыр еруді әлбетте бізде сөгеміз ше. Өйткені ол да дұрыс емес. Бірақ енді ақиқат болып тұрса, ол және ата бабаңа сәйкес келіп тұрса, оны айтпайсың ғой, сен ата бабаңның артына ерме, тіпті ақиқат болса деген сөз жоқ қой, дұрыс па? Ақиқат болса ереміз, ақиқат бұл жақта мәселе, сендер соқыр еріп жатсыңдар ата бабалардың артынан деген мәселе ғой. Түсінікті. Енді Солих алейхиссаламда қауымы жақсы, молшылықта, Худ алейхиссалам секілді тоқшылықта өмір сүрді. Бұл кісілердің қауымның ерекшелігі жаңағы үйді құрылыс жағынан әдемі болды. Әдемі құрылыс үй салатын болған, және де мынау қазіргі уақытта геология дейміз ғой, тасты қатты жақсы білген дейді, зерттеген. Сосын Солих алейхиссаламнан мұғжиза сұрайды ғой. Қандай мұғжиза сұрайды? Бір қызығы, бұл жақта ат қауымның ерекшелігі бар. Ат қауым не деп айтады? Егер айт шыншыл болсаң, бізге уәде еткен нәрсені алып кел дейді. Олар не еді? Азапты сұрайды. Бұлар не еді? Бұларда аят жібер дейді ше. Бір аят алып келші дейді ше. Аят деген нәрсе мұғжиза алып кел деген сөз. Аят. Сол кезде олар және не деп айтады? Андай риуаяттерде келтіреді, тәпсірлерінде арнайы бір тасты көрсетеді ше. Сіз айтқандай нақты шашып тұрған білетін нанның ішінде таза не бар екен біледі. Тас қана екен біледі да. Ешқандай бос орын жоқ. Осыдан нені алып келеді ше, түйе шығар кетті бізге. Сосын түйенің сипаттарын айтады. Осындай болсын, андай болсын, андай болсын, андай болсын деп сипаттарын бәрін айтып шығады. Кейін сол кезде не шығады? Солих алейхиссалам Алланың қалауымен, яғни Аллах тағала расталып сөзін түйе шығарып береді. Өздерінің айтқан сипаттарында. Және бұл жақта көптеген иман етеді. Және көптеген иман етпейді. Және де арасында иман етейін деп жүргендерде де кімдер тасады ше? Басшылары. Бағана оның ішінде айтылады, 9 басшылар болған деп. 9 басшылары алларына тосқауыл қылып, мысалы болады Абу Лахаб, Абу Жахилдер, енді мысалы ислам қабылдап енді тосып қалғандары тура сондай оларда да замандарында болған. Ол бәрін алдынан келіп иман қабылдайын деп жатса, ей сен не істеме деп артына тосып, өздерімен бірге тозаққа кіргізгендер қатарынан да жетеді. Иман еткендер де бар, иман етпегендер де бар ше ішінде. Мұғжиза ғой. Бұл Солих алейхиссаламның жаңағы мұғжизасы, аруана мұғжизасы, білеміз ғой жаңағы аты. Аруана дегеніміз ұрғашы түйенің мұғжизасы ғой, жалпы айтқан кезде үлкен жастағы аруана деп айтатын болған екен де, түйенің сол ұрғашы жағын.
Енді аруана мұғжизасы қарайтын болсақ, жаңағы Нұрлайхан ұстаз айтқан сияқты тастан, қазақи жағынан айтады екенсің. иә, сол жағынан ғой. Енді тас өздері білетін не үшін тастан шығарды деген хикмет те бар да бұл жерде. Өйткені Алла тағаланың шынымен де өздері 100% білмейді адам, бірақ өздері соншалықты зерттеп тастаған тасты, сенімді болған тастарына өздері қалаған нәрсесінен шығарды дейді. Өйткені бұл оқиға былай басталады ғой негізінде. Салих алейхиссалам қауымына үнемі бұған дейін де насихаттап жүреді. Үнемі сендер бір Аллаға ғана сыйыныңдар, пұтқа табынбаңдар, сендер бос іспен айналыспаңдар, тура ана Худ алейхиссалам сияқты бос іспен айналыспаңдар, тек қана сендер уақыттарының барлығын құрылыспен, үй салумен өткізбеңдер деп келеді. Олар бүйтіп келтіреді деген ғой. Үңгірді сала дегенде бір үңгірді тесіп, тасты қашап, қандай рахат, өз-өзін мақтайды. Тамсанады дейді. Тамсанады. Істеген жұмысына. Өзін қандай әдемі шығарды деп тамсана дегенде, келесі жұмысты бастап кетеді дегенде, қайтадан ол жерді істей дегенде, тура соның уже азартына кіріп кеткен қауым болды дейді да. Дәл сол дағуаттап жүреді. Сол дағуаттап бұл аруана оқиғасы басталмай жатып, бұларда да тура солай, жаңа Худ алейхиссаламдағыдай үлкен нығметтің үстіндегі қауым болады ғой. Үлкен нығмет, қалаған нәрселері бар, су десе су болады, құдықтарында су тасып жатқан кезең, тастардың өзінің қалаған өміріндегідей өмір сүріп жатқан, нығметке толы өмір сүріп жатқан халық болды. Және де сол аралықта бұл мұғжизаға дейін 3 жылдай қуаңшылық болады екен да. Қуаңшылық келеді дейді 3 жылдай. Сол қуаңшылық болған кезде бір ғана құдық қалып кетті дейді ғой. Су шығып тұрған бір ғана құдық, қалған құдықтың барлығынан су шықпай қалыпты. Сол сәтте бұлар бір мұғжизаны сұрайды. Бір топ адамға пайғамбарлардың жұмысы сол болды ғой. Халықтың арасына шығады да дағуат жасайды. Не дағуат? Бір Аллаға сыйыныңдар, пұттар ешқандай өздерің қашап жасап алған пұттарың сендерге ешқандай пайда бермейді. Өздерің өзін құтқара алмайтын пұтқа табынып жүрсіңдер деген сияқты сөздерді айтып жатқан кезде бір топ қауым шаршап кетеді ғой. Анау қуаңшылықтан шаршайды да, келеді ғой сөйтіп. Сынап көрейін дейді бір жағынан. Нақты дәлел бер дейді ғой. Иә, нақты дәлел бер. Келген адамдар дөкейлер екен ғой. Негізі көбінесе кешегі қауымға қарайтын болсақ та дөкейлері, байлары арасындағы мазақ ету ретінде келіп тұр негіз бұл жерде ше. Арнайы шынайы сенейін, шынымен бір мұғжиза шығарса бір мұсылман болайын, иман келтірейін деген мақсатта емес дейді да. Келіп, Салих алейхиссаламға келіп, сен айтып жатқан сөзің барлығы шын болатын болса, бізге бір аятта, яғни бір мұғжизаны көрсетші ған. Егер де ол мұғжизаң біз айтқандай болсын деп шартын қояды бірақ ше. Алла тағаланың да бір хикметі тура сол шарттағы нәрселерді кәдімгідей орындап береді дейді. Біріншісі бір тасты көрсетіп, сол тастың ішінен түйе шығар дейді. Бірақ қандай түйе дейді? Алып түйе дейді кейбіреулер арасында. Кейбіреулері жүні қалың болсын деген шарт қояды. Кейбіреулері қызыл түйе болсын дейді. Арасында тағы біреулері ол 10 айлық түйесімен болсын дейді. Ботасымен, ішіндегі 10 айлық ботасы болсын, босанбаған дейді да. Бота да түйе ғой дейсіз ғой. Иә. Бота да түйе ғой енді болашақ. Бірақ ішіндегі әлі босанбаған ботасы бар түйе болсын дейді да. Бұл шарттар тағы да біреу айтады да. Оның алыптығы соншалықты біздің қауымның бір күндік ішетін суын ол бір ішкенде тастайтындай болсын дейді да. Осындай шарттар қойып барып жаңа түйенің сипатын шығарып береді да. Салих алейхиссалам егер де осы шарттар орындалатын болса иман келтіресіңдер ме деп тағы бір сұрап алады екен ғой қауымнан. Сөйтіп не істейді? Иә, иман келтіреміз дейді. Онда жиналыңдар дейді қауымға. Барлығын жинайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның анау айды жару оқиғасына қарайтын болсақ, болашақта өтеміз келеміз ғой иншалла. Сол айды жару оқиғасында да қауымды жинайды ғой, өйткені көру керек қой барлығы. Ақиқатты, мұғжизаны, пайғамбардың мұғжизасын. Дәл солай қауымды жинап тасты өздері дәл сол айтқан тастың жанына барып, өзінің арқасынан ерген бір топ мұсылманмен, яғни иман келтіруші мұсылмандармен, ерушілермен дұға жасайды деген. Салих алейхиссалам. Салих алейхиссалам тастың жанына барып дұға жасап, бірақ ана иман келтірмегендер
қарап тұр ма? қарап тұрады олар, иә. Не істейді екен деп. Ол жерде мысқылдап күліп қарап тұр дейді да. Келтіргенге сипатын келтірсе, олар қазір мынау масқара болады деп ойлап тұр ғой. Бірақ Алланың қалауымен дәл сол сипаттағандай тас екіге жарылады, арасынан ішінен түйе шығады. Өздері айтқан түйе шығады. Иә, машалла. Өздері айтқан түйе шығып, шыққаннан кейін кейбір деректерде сыртқа шыға салды да босанды дейді ғой. 10 айлық ботасы уже аю күні жетіп тұрған бота ғой. Босанды дейді. Тасты сұрады дейді ғой. Иә. Жалпы бұл жақта бір қызық нәрсе бар. Әрбір қауымға, мысалы, неге бұлар тас сұрады? Неге мысалы, неге ол тастан түйе шығарды? Неге тастық мәселесі бар? Неге Муса алейхиссаламда, неге ана мәселе, неге әр пайғамбарда, мысалы, әртүрлі мұғжиза да? Иә. Яғни бағана айтпақшы, мұғжиза ол әлсіз қылушы да. Былай айтқан кезде орыс тілінде вызов тастау да. Вызов тастайды да. Яғни мен сендерге былай айтқанда вызов тастаймын. Вызов ташлаймын деген. Вызов ташлаймын еркек bilan тоқтар дейді. Сол кезде ол қауым жасай алмайды оны. Жалпы айтқанда әрбір қауым енді ол бағанағы айту үшін, шақыру үшін, сен де жаса деп бәсекелестік жасау үшін олар оны мықты біліп тұру керек та. Иә. Яғни мысалы Солих алейхиссалату вассалам қауымы тасты өте қатты меңгерген еді. Мысалы бізде кейбіреулер бар ғой, өтірік па шын білмеймін, арбузды тоқтатқан кезде бар ма жоқ па ішінде, олар енді одан да жақсы біледі. Тастың ішінде бос орын бар ма, бос орын жоқ па, бәрін біледі. Олар сұраған нәрсесінде де 100% біледі. Мана тастың іші таза толып тұрған. Мына ішінде біреге шығу мүмкін емес екенін біледі. Мысалы Муса пайғамбардың уақытына келсек, олар сиқыршылар мықты болады да. Мысалы сиқыршылар не істейді? Мысалы қазір біз көрсек, мысалы бағанағы жылан тастады, ана кісі таяқ тастады, біз айтамыз, ол екеуі де бір сиқыр ғой деп. Біз мысалы сенбейміз, өйткені біз түсінбейміз оны. Ал сиқыршылар 100% көзі жетіп тұрып, бұл сиқыр емес екенін біледі. Сол секілді Иса алейхиссалам не болды? Медицина мысалы мықты болды. Ол кезде медицина бойынша көздері 100% жетеді. Адам былай жасай алмайды деп ше, емдей алмайды бүйтіп деп. Яғни бұл әдеттен тыс адам шамасы жетпейтін нәрсемен не істейді? Бәсекелестік. Мен бір мәселесін қосып кеткен ғой. Не үшін бұлар тас деп ше, тастан деп шығарды. Өйткені олар тасты меңгерді ғой. Өйткені хижрлықтар деп келтіреді ғой бұлар. Салмуттың қауымын хижрлықтар, яғни тастың қауымы деген сияқты келтіріп тұр ғой енді. Тасты өте меңгерген, үңгір жасау, тастың ішінен кәдімгі үйлерді соғып тастау деген сияқты қауым болғаннан кейін сол тастың арасынан мұғжиза шығарып тұр да бұған әдейі. Ақида кітаптарда бүйтіп келеді негізі ше. Мұғжизаның мысалы дейді ше. Мұғжизаны жасайтын ол негізі пайғамбар емес, Алла да. Баз бір мынандай секілді. Сен айтып тұрған, бізде мынандай нәрсе бар да, ешқандай қауым бір пайғамбарға сені міндетті емес қашанға дейін мұғжиза көрсетпейінше. Мұғжиза былай айтқан кезде Алладан келген дәлел да. Былай айтқан кезде мен пайғамбармын, оның растығы, қазір Алла мен сөзімді растау үшін бір нәрсе жаратып береді, әдеттен тыс болған. Оны былай неге келтіреді? Патшамен ше, мысалы. Бір патша ешкіммен тұрып амандаспайды әдетте. Ешкіммен тұрып амандаспайды. Сол кезде патша тұрады да уәзіріне айтады, барлық халыққа былай да айт. Осылай да осылай жасасын дейді. Сол кезде уәзір барып халыққа айтады. Патша сендерге осылай бұйырды дейді. Ана халық айтады, сен дәлеліне біз мүмкін сен өз сөзін айтып тұрған жоқсың, мүмкін ешқандай дәлел жоқ шығар дейді. Сол кезде қазір мен сөзімді растау үшін патша орнынан тұрады да барлығына қолмен амандасып шығады дейді ше. Патша оны естіп тұр. Сол кезде не істейді? Патша тұрады да бәрімен қолдарымен амандасып шығады да. Бұл сонда не болады? Халық үшін ана сөзін растау үшін мынау мен уәзірім рас айтып тұр, оның дәлелі мен сендермен қол алсын. Енді Алла мысалы одан да жоғары ғой. Былай айтқан, былай секілді ғой. Мына құлым рас айтып тұр, оның дәлелі қазір айды екіге бөліп беремін деген сияқты. Немесе оның дәлелі мен қазір тасты екіге бөлемін де ішіне түйе шығарамын. Тіпті айтады мұғжиза ретінде мынау да жеткілікті дейді. Мен пайғамбармын, оның дәлелі мен қазір саусағымды көтеремін, сендер көтере алмайсыңдар дейді. Аллах тағала маған жаратып береді, сендер жаратып бермейді. Сол үшін де дәджал пайғамбарым деп келмейді ше. Ол құдаймын деп келеді. Өйткені пайғамбарлар не істей алмайды. Пайғамбармын дейтін болса, баз бір Аллах тағаланың сөзін растап тұрғандай болып қалады да. Бір мұғжиза көрсетеді. Ал мұғжиза көрсетіп қандай болып қалады ғой. Ал дәджал не істеп келеді? Құдаймын деп келеді. Құдаймын десе, ол жерде сиқыр, басқа нәрсе көрсетіп проблема жоқ. Өйткені адам ақыл бойынша құдай бұндай бола алмайды деп жету керек та. Дине бола алмайды ол деп ше. Сол үшін біз айтады ғой, осы біздің ақидамызда Аллах тағала динеге тән емес деп ше. Дине ол ақыл бойынша мүмкін емес. Ал пайғамбар онысы дене болады. Енді ол шындай қазір мұғжиза көрсетіп тұрса қалай деген сияқты сұрақ туады да. Сол үшін сиқыршылар, дәджал болсын, қайсы болсын, мен пайғамбармын деп оның дәлелін мынау десе жасай алмайды да оны. Әдеттен тыс нәрселерді ше. Жаңбыр жаудыру деген сияқты осындай бір фаида бар. Енді мысалға түйе шықты жақсы. Олар сұраған түйе шықты, одан кейін иман келтіретін иман келтірді, иман келтірмегендер
оған сенбеді. Не үшін сенбеді деген? Не үшін сенбеді? Сол не үшін сенбеді? И және ол түйе жай бір жүре берді ма сол кезде? И не қылды оны? Бір нәрсе қолданды. Басында анау түйе шыққаннан алдын да айтады ғой. Егер түйе шығарамын, түйенің Алланың қалауымен түйе шығады. Және де бұған түйе шығып жатқан кезде бұған тиіспеңдер, Алланың жаратылысы Алланың жерінде жайылсын, сендер келіскендегідей. Жаңағы мен негізі мына сөз айтпай кеттім жаңаша. Олар қуаңшылық болады ғой. Бір ғана құдық қалады, сол бір құдықтан олар күнделікті суын барлығын сол өздері де, малдары да, түйелері де сол құдықтан ішіп жүрді да негізінде. И жаңа қауымның өзі мына шартты қояды ғой негізінде. Алла тағаланың сондай бір мұғжизасын көрсетіңдер, егер сенің айтып жатқан Аллаң бір болатын болса, бір түйе шықсын, ол түйенің алыптығы бір су ішкен кезде сол бір күндік біздің суымыздың бәрін ішіп тастайтын, тауысып тастайтындай үлкен денелі андай болсын деп айтады. Бір деректерде үлкен емес, кәдімгі түйе сияқты болады дейді да. Бірақ су ішкендегі біздің бір барлық малымыздың ішетін суын және адамдардың ішетін суын барлығын бірден ішіп қоятындай су құдіреті болсын деген сияқты шарт қояды. Енді сол түйені сұраған кезде олар сол шартпен сұрады да, және де түйе шыққаннан кейін Салих алейхиссалам қауымына айтады ғой, болды бұған тиіспеңдер, бұның су ішетін кезегіне де килікпеңдер деген сөз айтады Құранда. Кезекпен су алады. Кезекпен су ішіңдер, және де бұның өзіне тиіспеңдер. Ана Шамс сүресінде келтіреді бұл аятта. Бұның өзіне де тиіспеңдер, және де бұның ішетін суына да килікпеңдер деген сөз айтады. Не айтады? Фақала лахум расулуллахи нақаталлахи ва суқияха. Яғни Алланың түйесі және оның суы деп айтады. Осы мәселеде сақ болыңдар деп. Осы нәрседен сақтаныңдар, оның ішетін суына килікпеңдер. Яғни өздерің қойған шарттарыңды өздерің ұстаныңдар деген нәрсе айтып тұр да. Сөйтсе, бұлай кезекпен бөледі шыққан кезде. Бір күні біз ішеміз, бір күні осы түйе толығымен, бір күні сол түйенің құдығы дейді ол, жалпы айтқан кезде. И ол босанады, босанғаннан кейін кәдімгі жайылымға жіберіңдер, оған ешкім тиіспесін дейді. Сондай шартпен бұл Алланың сондай жаратылысы, Алланың мұғжизасы, біреу бұған пышақ тақамасын, өлтірем демесін, Алланың жаратылысына ешқандай зияныңдарын тигізбеңдер, су ішіп жатқанда үркітпеңдер деген сөз айтады. Болды, осындай шарт қояды ғой жаңағы. Бірақ оны орындамайды. Орындап жүреді ғой енді. Басында орындағанда бар ғой, қызық көріп, ұзақ жыл болады негізі арасында, ұзақ жыл. Біраз жыл ол мұғжизаға кәдімгідей қызығады. Бірақ сол мұғжизаны шығарған кезде мына мәселе бар ғой, мұсылман болды, яғни басында олардың келісімі бойынша қандай келісім болды? Біз сен осы біздің шартымызды мұғжизаң, біз иман келтіреміз деді. Бірақ шығарды да жартысы емес, аз ғана бөлігі иман келтірді дейді. Сонда бұл қауымның шынымен де бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анау ат қауымымен осы Самуд қауымын айтқан кезде шашым ағарып кетті деген нәрсе айтқан кезде шынымен де бұл тәкаппарлықтың шегіне жеткен сондай қауым болды да, өздерінің сөзінде мүлдем тұрмайтын. Ана Аллах тағала аяты бар ғой, Каззабат Самуд битахуаха дегенде, Самуд өздерінің шектен шығуымен өтірікке шығарды дегенде тәпсірде былай келді, тәкаппарлықтан шектен шықты деп. Тәкаппарлықтан жалпы айтқан кезде сондай бір өте бір лас қауымға айналып кеткеннен кейін мұғжизаны көрсетіп тұрса да оған аз ғана бөлігі ғана сенбеді. Салих алейхиссаламның арқасынан ереді, қалған бөлігінің барлығы тек қана бір цирк көріп отқан сияқты, бір немесе бір кино көріп отқан сияқты таңғалып қалып болды, сол ғана болды да олардың. Не да, ана қауым қызық та, жалпы адам баласы қызық қой. Құдайдан бір нәрсені өзі сұрап алады, осындай болсын, мынандай болсын, бірақ Құдай берген кезде оған сенбей қалады. Мысалға, сол үшін де дұға қылған кезде де әдеппен жақсы немен сұрау керек дейді. Мына бір кісі айтады, үлкен атақты кісі ғой, очки киіп жүреді. Көзі бір көзі көрмей ма, бір көзі бір 30%-ға ма, сондайға ғана көреді. Өзі не болды, қандай жағдай болды деген, мен туғанымнан өзі сондаймын дейді. Үйімде 6 қыз дейма, 5 қыз болды. Әкем, я Раббым, я Алла, соқыр болса да бір ұл берші деп сұраған ғой. Сұраған кезде де Құдайдан жақсы, сау, иманда, исламда мысалы бер деп сұрау керек. Жаңағы нәрсені сұраған кезде де жаңағыдай
барлық нәрсесін айтып сұрау керек екен. Мысалы Аллах тағала сөйтіп беріп жатқанның өзінде де мына қауым не істемей имам келтірмей жатыр ғой, мысалы қарасаң. Иә, алла афиет амандық берсін. Енді жақсы, түйе келді, жүрді, осынша уақыт кетті, бірақ бұл түйені өлтіріп тастайды. Иә? Иә, өлтіретін кезге дейін барады ғой. Өлтіреді. Не үшін? Не үшін өлтіреді? Тәкаппарлық қой, бағана сол кезде кімді жібереді арасындағы кәззабат самуд битағваха изим баъса ашқаха, яғни бағана шектікте шығады ғой, тәкаппарлықты Аллах тағала сөйтіп баяндайды. Сол кезде жібереді кімді, бағана өздерінің ең шақиларын, шақи дегенде ең бақытсыздарын, тозақтағы ең жамандықтарын, өздерінің арасында ең сорақыларын жібереді. Ол яғни басшылар деп келеді, аты Қидар деп келеді, пайғамбар бір хадисінде Ухаймир деп келеді, саллаллаху алейхи вассалам. Сол кезде ана әртүрлі сөздер келеді. Соның біреуінде мысалы ол жақтағы әйелдерінде рөлі бар деп көрсетеді. Яғни бір әйелі мұсылман кісінің әйелі болған, кейін ана исламды қабылдайды ғой, Солих алейхиссалам артынан ергеннен кейін ажырасып кетеді, айна әйел тастап кетеді бағана кісіні. Бірақ ол кімді қатты жек көретін болады, яғни жауластық танытып жүреді Солихқа алейхиссалату вассалам. Сол кезде ана кімге, Қидарға айтады, немесе басқа да ол кісі бар дейді, сен барып кімді өлтіретін болсаң, түйені, иә, мен саған берілем деп айтады. Бір жақта тұрмысқа шығамын дей ма, енді бір жақта берілем деп айтады. Аллах тағала жалпы айтқан кезде мен саған енді қосыламын деген сөз ғой. Алла зинадан қандай бір жамандықты сақтасын. Сол кезде ана бір шабыт болады. Басқа бір жетеуі 9 болады негізі бұзғыншылардың. Соның екіншісіне тағы да бір кемпір барады. Енді екі әйел болады араларында осы бастап жүргендердің іштерінен. Кемпір деген кезде ол жерде кемпірдің қызы дей ма, немересі болады дейді. Соны тұрмысқа беремін дейді. Егер сен түйені өлтірсең. Ол енді бағана екіншісіне айтады. Сөйтіп шабыттайды ше. Осы жерде ше, өлтіргенге дейінгі мәселе де бар ғой. Не үшін өлтіреді деген нәрсе. Басында өздері сұрап алған түйе болды мысалы. Сол осы деректерде қарайтын болсақ, олар жалығып кетті дейді жаңағы өмірінен. Бір ғана құдық кезекпен су ішуден жалығып кетті бір жағынан. Және де ол түйе алып болған ғой. Алып болғаннан кейін кәдімгі тауларда жайылымда жайылып жүрген кезде басқа түйелер оны көрсе болды қашатын болған екен да. Түйелерімізді үркітті, сенің мынау Солих алейхиссаламға барады екен, Солих алейхиссаламға. Сенің мына түйең шаршатты бізді. Енді ана ненің қызығы басылды ғой. Қызығы басылды. Енді ананы қызық көріп, енді мысалы қызығы басылып, қызық көріп тұр да өлтіріп көрейік не болады екен деген. Сондай дәрежеге дейін барған ғой. Сенің мынау түйең уже бізді шаршатты. Түйелеріміз жайылымнан мүлдем сүт ала алмай қалдық бұдан. Жайылымнан ешқандай шөп жайыла алмайды, өйткені сенің түйеңді көрсе болды біздің түйелеріміз қашып кетеді. Және де су ішуден де кезекпен су ішуден де шаршап кеттік біз. Өйткені малға бір жануарға бір күнімізді арнап жатырмыз деген сияқты бір енді бұзғыншылық сөздерінің барлығын айтып барып өлтіруге кіріседі ғой. Сүт деген мәселеде негізінде ол түйе сол қауымға толық бір күндік сүт беретіндей деңгейде болған дейді. Хадисіне келеді, имам Ахмадтан жеткен кезде, рахимахулла. Сөйтіп бір күні су ішсе, екінші күні сүт беретін деп айтқан. Иә, машалла. Мен сөзімді хадиспен қоттап отыр. Анау Худ алейхиссалам айтады екен ғой. Өлтіреміз деп сөз сыбыс бастала бастады ғой. Сол кезде айтады екен да, сендер бұндай бұзғыншылыққа бармаңдар. Ескерту жасайды. Иә, жаңағы біздің суымызды ішіп жатыр, анау мынау дегенмен, сендер бұл түйеге қарайтын болсақ, бір күн су ішкенмен бүткіл қауымда асырайтындай сүт төгілген кезде кәдімгі барлық қауымымызға жетіп жатыр ғой, бұл сүт беріп жатыр, пайдасы тиіп жатыр, су ішсе сүт шығарып жатыр дейді ғой. Ал сендер бір күнді су ішесіңдер де, бірақ ешқандай пайдаларың тигізбейсіңдер деген сияқты айтады да. Сөйтіп жалпы жауыздық басталып барып жаңағы 9 адамның оларға өлтіруге келісетін кезеңіне келдік қой. Кеттік. Айта берсеңіз онда. Осыны бәрін қорытып Құран аятын айтып жіберейін бе? Айтыңыз. Жалпы енді бұл қарасаңыздар, Худ сүресінде бар, Шамс сүресінде бар, соның ішінде бір Қамар сүресінде де келеді. Қысқа Аллах тағала осының бәрін баяндап береді, бір әдемі келтіреді. Және қандай сөздердің ішінде тағы мынадай сөздері де бар екен айтады. Енді кәззабат самуд бин нузур, самуд ескертулер жоққа шығарды дейді. Фақалу абашарам минна вахидан наттабиуху инна идан лафи далали ва суур. Яғни біз арамызда жүрген бір адамға ереміз ба? Ондай болса біз нағыз адасқандар да боламыз. Улқия зикру алейхи мин байнина бал хуа каззабун ашир. Оған біздің арамыздан пайғамбарлық түсті ме дейді. Бәлкім ол нағыз көрсетіліп тұратын өтірікші айтады ше. Енді ол өте ауыр сөз да. Яғни тәкаппарлықтың бір суретін Аллах тағала көрсетеді. Сол кезде Аллах тағала айтады: "Сая'ламуна гадам манил каззабул ашир." Ертең олар білетін болады. Шынайы көрсетіп тұрып өтірікші кім болған дейді. Сосын айтады: "Инна мурсилун нақати фитнатан лахум фартақибухум вастабир."
біз оларға түйін жібереміз фитна қылып. Фитна дегенде сынақ, имтихан ретінде. Сосын айтады фартақибухум, оларды қара дейді, зертте, бақыла дейді. Уастабир, және де сабыр ет дейді. Не үшін? Зияндарына. Тілмен зиян береді, sonra сабыр ет дейді. Сосын не дейді? Унаббихум аннал маа қисматун байнахум, және оларға айт, ана су олардың арасында кезекпен болады. Ва кулли шарбин мухтадат, кімнің кезегі келсе, солар ішеді дейді. Бірақ не дейді? Фанада сахибахум фатаата фаақар. Бірақ сосын олар бана басшыларын шақырады. 9 болғандарын. Сосын барады да сойып тастайды дейді. Фаақар. Бағаналар түйені сойып тастайды дейді. Сосын Алла тағала айтады: "Факайфа кана азаби ва нузур", қалай болды екен менің азабым дейді. Оларға ескертулерін дейді. Сосын Алла тағала түсіндіреді қалай азап жіберген. Инна арсална алейхим сайхатан вахидатан факану кахажимил мухтазир. Біз оларға жай ғана бір дауыс қана жібердік. бір ғана дауыс жібердік. Сөйтіп олар бәрі быт-шыт болып түзеліп қалды дейді. Оны неде Шамс сүресінде айтады: "Фадамдама алейхим раббухум бидамбихим фасауаха". Дамдама деген тура осындай дауысты айтады. Бір дауыс шықты, Раббысынан болған дауыс шықты дейді. Яғни ол періштені жіберді деп келеді кітаптарда, Жибрил алейхиссалам деп қателеспесем. Жалпы айтқанда Раббысынан келген дауыс шығады. Бәрі сол кезде бір теңесіп қалды дейді ше. Алла сақтасын. Онда осы азап жіберген кезде барлығы өліп кетті ме сонда? Неде ол жақта да пайғамбардың хадисі бар, саллаллаху алейхи вассалам. Таифқа бара жатқан кезде Әбу Бәкірден сұрайды, сосын басқа да сахабаларға айтады: "Мына кім екенін білесіңдер ме?" дейді. Бір қабірдің жанында өтіп барады. Аллах және оның елшісі біледі дейді. Бұл Абу Руғал деп айтылады. Абу Руғал деген бұл самуттықтардан болған. Самуттықтарға айғай түседі ғой. Сол кезде бұл Меккеде болды дейді, харамда. Бұған өлім түсуінен құтқарып қалған харамда болған дейді. Сосын харамдан шыққаннан кейін соған да осы нәрсе түседі. Енді тағы да дауыс түседі, бұл да сөйтіп өледі ше. Қалай болды алдыңғысы? Бұл да сөйтіп өледі, сол қауымның ішінде болған соң. Өйткені бұл да сол сенде болды. Соған разы болды да. Өлгенде болды. Тіпті біреу бауыздап шектен шықса да, негізі бәрі сол сенде болды, бәрі сол қалады. Өлтіргісі келіп жүрді барлығы, сол ниетте жүрді ғой. Сосын Аллах елшісі саллаллаху алейхи айтады: "Бұның дәлелі дейді, мынаумен бірге жерленген алтын бар дейді. Соны қаласында қазып ал дейді." Сол кезде сахабалар асығып барып қазып алды, сонда да алтын шығады ше. Ана мен бірге жерленгені бар. Яғни испана жауымыз ғой. Барлығы деп айтылмайды да. Біреуі сыртта алып қалған екен ше. Ана не секілді? Екіншісі бар тағы, есіме түсіп кетті. Бір риуаятта әйел дейді тірі қалып қалған. Оған бана дауысты өлмейді, сөйтіп ол шошып шығып кетеді. Өте қатты Солих алейхиссаламға жауласқан әйел болады. Сөйтіп сыртқа шығып, басқалар айтып жатқан кезде таңғалып айтып жатады ғой. Сол кезде су берген кезде судан өліп қалады деп айтады ше. Түйені өлтіріп, түйенің етін не істейді сонда? Құр нете ме, әлде өздері бөліп жей ме? Оны бірінші түйенің еті өлтіруге жаңағы 9 адам бұйырылды деп жаңа Нұрлайхан сіз айтып кетті ғой. 9 адам шығады араларынан, өңшең жауыз болған деп келтіреді ғой. Қатыгез жауыз болған арасындағы, енді өлтіруге адам іздей бастайды бірінші. Келіседі қауыммен дөкейлері, адам іздеген кезде бір адамға ұсынып көреді. Ол ұсынысты бірден қабылдады деп айтады ше. Ол ұсынысты бірден қабылдады да, өзінің жанында тағы бір адам болды. Оған тағы 7 адам қосылды. Барлығын қосқанда 9 адам болып өлтіруге барды дейді. Өлтіріп бірден әртүрлі деректер келген, біреу бауыздады, біреу қарын жады, біреу немесе аяғын сындырып алды дейді ше. Сөйтіп барып бауыздап өлтіреді жалпы айтқан кезде. Өлтірді деген сыбысты, өлтіреді деген сөзді Солих алейхиссаламға жеткізеді бар. Сол кезде Солих алейхиссалам келем дегенше жаңағы үлкен түйені боршалап бір әрқайсысы бөліп алып жатыр дейді да. Сөйтіп алып етін жеуге ғой енді. Олар қызық көру үшін бұл жерден бір мұғжиза екен, Алланың берген түйесі екен деген ешқайсында ондай ой жоқ. Тек қызық көру мақсатында оны бауыздады да етін бөліп ала бастады. Сол кезде бауыздаған сәтінде ана нәрсеге келтіреді ғой, оның ботасы. Оның ботасы не істейді? Жаңа бірінші пышақ тиген кезде деп айтады ғой көбінесе. Дауыс шығады ғой енді, кез келген малды өлтіретін кезде бір дауыс шығарады. Сол дауысты ботасы қарап қашты дейді тауға. Тауға қашып бара жатқан кезінде оны да өлтіру мақсатында арқасынан адамдар бара жатады дейді. Сөйтіп бір жартастың жанына барған кезде 3 рет дауыс шығарып боздады дейді да. Осы нәрсені ары қарай Нұрлайхан сұрадыңыз айтса? Айтайын. Бұл жақта мен білетін нәрседе 2 түрлі сөз айтылады. Біріншісінде бана 3 рет боздағаннан кейін бана таулардың ішінде жоқ болып кетеді деп айтады. Екіншісінде сонты өлтірді деп айтады, артына еріп ше. Яғни жалпы айтқан кезде бұл жақта бір ауызды сөз жоқ, кескінді. Жалпы біреуінде анасының артынан алып кетті дейді, оны да өлтірді. Алла сақтасын.
және де екіншісінде боздап 3 рет дауыс шығарып сіз айтқандай сосын жоқ болып кетті. Бірақ бұл жақта бір қызығы жануар болса да аянышты да. Анасын бәрі жабылып көзінше сойып тастады да, сосын өксиді ғой мысалы ше 3 рет. Жануар болса да аянышты екен да, Алла сақтасын ше. Қазір қоғамда да мысалға бар ғой, әкесімен кетіп бара жатқан мысалы баланы мысалы әкесін ұрып тастап жатқандар қаншама мысалы көшеде бір болмайтын мынау ащы суға тойып алып жаңағы жайдан жай ештеме зиян тигізбеген адамға барып зиян тигізіп мысалы әкесін ұрып әкесін жаңағыдай нетіп қойып жатқандар қаншама ауру мүгедек қылып жатқанын көрсек мысалы әкесін жаңағыдай бір цеппен ба қатты темірмен ұрған екен баласының көзінше мысалы қарап сондай енді мына жануарда жаның ашып жатса ана жерде адамды ұрып жатыр ғой. Кейбір кезде сондай нәрсені мысалға қоғамда адамдар қазіргі адамдар қызықшы таңғаласың үндемей өтіп кете береді. Не көмектесіп не ажырату деген нәрсе жоқ екен. Әлеуметтік желіде қарап отырсаң ана видеоға түсіріп тұрған адамды айтамын да, анан қызықта видеоға түсіріп сен одан қайта барып анан ажыратсай тоқтат. Қаншама жігіт мысалы жабылып жаңағы құқық қорғау қызметкерін мысалы жабылып ұрып жатыр екен да, ол жай ескерткен екен, айналайындар мына жерде шуламасаңдар бір жай ескерту жасаған, соған бола жаңағыдай оны төмпештеп ұрып тастаған да. Енді ол жерде жаңағы жазып жатыр түсіріп тұрғанша барып көмектес. Өртеніп жатқан кезде түсіріп тұрады, одан қайта барып сөндірсейші деген секілді. Сол қазіргі уақытта деймін да, осы Солих алейхиссаламның қауымына ұқсайтын біздің қоғамда да адамдар бар ма деп қоямын да кейбір жағдайда. Сіздің сөзіңіз тағы қолдайтын нәрсе бар. Пайғамбардың несі саллаллаху алейхи дұғасын түсіндірмеде айтады. Пайғамбардың дұғасы бар ғой, Аллахумма инни аузу бика минал хамми уал хазан, мен сенен уайымға қарсы, қайғыға, өтіп кеткен қайғыға қарсы, болашақта уайым деген болашаққа қарсы қайғы бар, мұң бар, өткенге қайғы бар, хазан деп айтады. Уал ажзи уал касал, әлсіздіктен және де жалқаулыққа қарсы қорған сұрайын дейді. Уал жубни уал бухл дейді. Мендегі айтқым келген осы жер жубынды. Жубын деген осындай нәрсенің бір суреті. Жубынның суреті не десе, жубын қазақшасы қорқақтық. Сол қорқақтыққа қарсы сенен Аллахым қорған сұрайын дейді. Уал бухл сарандық. Сосын ары қарай тағы жалғасы бар, оны кейінірек. Жалпы айтқанда, жубынның бір көрінісі деп түсіндірмеде қоғам бір зұлымдық көрсе көрмей енді өте береді дейді. Бұл қоғам көбінесе құрдымға баратын қоғам дейді. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы айта алмайтын, ақиқатты айта алмайтын, үндемей қоя сол керек жарайды деп қорқақтыққа қарай бет бұратындықтан қорған сұрайды да одан. Айтқан кезде ишарат бар да, бұл жақсы сипаттардан емес екеніне. Біз негізі пайғамбардың кешкі таңғы зікірлерін айту керек. Бұл мәселе барып ақымақтықпен өзіңді құрбандыққа салып жүр деген сөз емес қой. Ақылмен шеше алатын нәрсе болса, шамасы жеткенше адам өзінің қимылын жасау керек те. Болмаса, ештеңе жасай алмаса да полиция шақырып, айғайлап, кет деп мысалы ше. Бір әрекетін жасау керек қой. Болмаса, бауырым сабыр деп стап қалып, неше түрлі нәрсе бар да. Оны сабырлықпен өзін ажыратам деген өзіне адам қорқып тұрады ше. Қазір сауып қаламын деп анақтан ше. Өзіңе зиян келіп кетеді. Өзіңе зиян, ол заң жағынан да зиян келіп кетуі мүмкін. Қазір ол жағы ол енді ондай нәрсені қозғамай қойған жақсы шығар. Жақсы. Енді мысалға неге мысалға мына адам мысалы жаңағы 9 кісі негізінде бүкіл халық түйені өлтіргісі келіп жүрді ғой. Қызық көріп. Неге осы 9 кісі жамандап жүрген кезде барлығы бірігіп осы нәрсеге барды? Мысалы қазір біздің қоғамда да жамандыққа бір нәрсені біреу жамандаса соған қарай жаңағыдай ұмтылып тұрады. Неге сондайға бір құмармыз деймін де жамандық нәрсеге. Солих алейхиссалам неге мысалы еріп кетпеді? Шайтанның әсем деген ғой, зайяна лахум шайтан. Ана шайтан әсемдеп қояды да сол істерін. Және нәпсі соған бұрылады. Өзінің тәкаппарлығы бар. Шайтанның әсемдеуі деп ойлаймын. Және бірақ адам түсіне ме сол нәрсені дұрыс емес екендігін мысалы? Түсінетін адам бірақ түсінеді ғой. Ол қауым бұзғын халық қауым болғаннан кейін, ол жүректерінде иман болмағаннан кейін оларға бәрібір деп ойлаймын ше. Түйе етін өздері бөліп алып кетті. Кейін үйлеріне барып жейді ғой. Мен оқыған кезімде жейді, жеген кезде олардың мына терісінің түрі өзгереді дейді. Қызыл түйе болды дедің ғой. Терілері қызарып, түрлері. Жеген адамдар. Ол азап келудің алдын емес па? Азап келудің алдын. Содан кейін 3 күннен кейін азап келеді жаңағы айтқандай. Бірінші күнінде сары түсіп кетеді, екінші күні қызарып кетеді, үшінші күні қарайып кетеді деп ше.
Ол бірақ азап бар ғой. Етті жеген кісілер ма? Жоқ, мынандай нәрсе Или негізі. барлығы ма? Негізі мынандай нәрсе. барлығы сияқты. Барлық зарат, барлығы жаңа түс мәселесі барлығында болады, бірақ бұл оларға азап түйені өлтіргеннен келмейді негізі. Түйені өлтіреді. Түйені өлтіргеннен кейін кімді өлтіреміз дейді? Салихты. Солих алейхиссаламға, жаңағы 9 кісі Солих алейхиссаламға қарай барады ғой, және де оның арқасынан еретін бір шама ғана кісі болған. Аз. Сол кісілерді де өлтіруге және де отбасымен бірге өлтіруге жолға шығады негізінде. Сөйтіп жолға шығып жатқан кезде тау асып қашып кетеді деп келтіреді бір деректер, тауда болады немесе үйі. Сол кісілерге бара жатқан жолда ғой, жалпы айтқан кезде үлкен бір жартастан тастары домалап, ол кісілерді бірінші азап келуден алдын осы нәрсе болады. Бірінші жаңағы 9 кісі бірінші соларға өлім келеді. Оларға тас домалап түскен кезде оларды кәдімгідей жайпап жібереді дейді. Дымын қалдырмай өлтіріп тастайды. Содан кейін барып азап келеді жаңағы 3 күн. Дауыстан алдын бірінші олар 3 күн болды дейді, 3 күн берілді. Бірінші күн олар сарғайып кетті, екінші күні қызарып кетті. Олар таңырқады дейді да. Өзі ғана сарғайып кеткен жоқ, ит жегенде ғана қауым барлығымен толығымен сарғайып кетті. Уже сол бірінші сарғайған кезде оларға бірден ойларына келді, азабы шын екен ғой. Бірақ тәубе етсе қабыл. Ол кезде уже тәубенің қабыл болмайтын кезеңі жан алқымға келгенде, және де күн батыстан шыққанда. Дәл осылай олардың күн батыстан шыққаны осы 3 күн есептеледі деп айтады. Тәубе етті ме? Жоқ, тәубе етпейді ғой. Просто түсінді да олар. Олар шынымен де Солих алейхиссаламның айтып жатқан шындығының, айтып жатқан сөзінің шын екендігін сол кезде түсінді дейді. Түстері барлығын сарғайып кетті. Екінші күн қараса қызарып кетті, бір-біріне қарап жылап дұға жасай бастады дейді. Енді ол кезде тәубелер қабыл емес. Үшінші күні қап-қара болып кетті да жаңағы азап келеді ғой, дауыс мәселесі. Сонда деймін да, мысалға осы Худ алейхиссалам, Солих алейхиссалам қауымдары Нұх алейхиссаламға келген азапты ұмытып кетті ме? Қаншама мысалы уақыт қой. Одан кейін мысалы Нұх алейхиссалам кемесі тоқтағаннан кейін жаңа ұрпақ болып, одан өмір сүріп осыдан келетқан ұрпақ қой еді барлығы. Қарайтын болсақ, сол кездегі мысалы ойлаймын да, Нұх алейхиссаламға келген азапты ұмытып кетіп, осы қауым қайттан мысалы оның алдында Худ алейхиссалам қауымынан мысалы ғибрат алмады ма деген ғой. Шүкірсіздік деген ол неге қарамайды ғой. Адам қарапайым біз өзімізден алсақ та болады ғой. Мысалы кезіндегі ата-аналарымызбен біздің қазіргі кездегі салыстыруға келмейді, ысырап мәселесінде. Олар деген аталарымыз мысалы, ата-әжелеріміз немесе арғы аталарымыз ашаршылықты көрді, дұрыс па? Олар ұрпақтарына үйретті де ысырап деген сақ болды. Өздері қатыстанды. Ұрпақтары да кішкене ұстанды. Бірақ олардан кейінгі ұрпақ қазіргі бізде, мысалы, біздің дамымыздың өзінде мысалы ысырап деген шектен шығатын нәрсе де, мысалы, дұрыс па? Яғни уақыт өте келе ұмытылып кетеді. Ол мән берілмейтін нәрсе болып кетеді. Әсіресе ол оны көрген жоқ та олар. Былай айтқан шайтан келіп сосын араларына қосылады. Сосын ілім алыстайтын болса, дін мәселесінде Аллаға деген құлшылық мәселесі алыстап, Алладан алыстаған қауым болатын болса, олар қызық емес қой. Осы тоқшылық мәселесі ғой енді, ашаршылық деп отыр ғой. Мысалы, Құдай тоқшылықты нені беріп жатыр, сол тоқшылықтың несімен кейбір жағдайда есіріп ұмытып кетеміз ғой. Мысалы, естен шығып кетіп жатады. Сонда бір несі бар шығар мүмкін. Бұл кісілерге де жаңа айтып отыр ғой, Аллах Тағала барлық нығметтің бүкіл беріп қойды, оған шүкір етпегеннен кейін осындай тәкаппарлыққа кетіп қалды ғой. Имам Сакандарин сөзі бар. Кім шүкірлік тастаса, фақат тағаррада ли завариха деп. Имам Сакандари ғой, қателеспесем, хикметінде. Онда ол бағанағы кетуін не ұсыныс тастаған дейді. Яғни кетуін қалаған дейді. Кім шүкір етпесе. Иә. Ал кім шүкір ететін болса, онда оны байлаған дейді, нығметті. Яғни кім нығметке шүкір етпесе, оның кетуін не жол бастағаны. Ал кім шүкір етсе, оның қалуын байлаған дейді. Өте әдемі. Алла разы болсын. Енді қорытындылайтын болсақ, Солих алейхиссаламнан осы қиссасынан алатын біздерге ғибрат қысқа ғана. Оған негізі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өнегесі бар негізінде. Бір топ сахабалармен сапарға шыққан кезде сахабалар сол жаңағы осы хиджр мекені ғой, хижаз жалпы айтқан кезде сол хиджр мекені осы азап түскен самут қауымы өмір сүрген жерден өтіп бара жатады да, сол жерге тұрақтайды дейді. Сол жерге тұрақтаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары сол құдық
жаңағы құдық бар ғой, сол пайғамбарымыз кезеңінде де болған екен сол құдық. Және сол құдықтан сахабалар кейбіреулер су ішті, кейбіреулері ол судан алды да қамыр илеп кәдімгідей бір күнделікті тамағын жасамақшы болды дейді да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барлығын жинап жасаған қамырын түйелеріңе беріңдер, жануарларға беріңдер, бұл нәрсені қолданбаңдар, өйткені тез өтіп кетейік, тез өтіп кетейік бұл жерден, өйткені азап түскен. Мен Самуд қауымына берілген азаптың маған біздің қауымға беріліп қалудан қорқам дейді да. Бұл жерден ешқандай андай амаңдар дейді. Және де бір сөз айтады хадисте, кейбір хадистерде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде бұл қауымды айтқан кезде жылау керекпіз дейді да. Жалпы бұл жерде жылайтын жер дейді, өйткені үлкен өте азап. Кірсеңдер жылап кіріңдер. Жылап кіріңдер. Жылай алмасаңдар, жылай алмағандарың үшін де жылаңдар деген сияқты хадис келеді да. Өйткені өте шығып кетіңдер деген жоқ па? Ол бөлек хадис қой. Одан бөлек де Самудтың қауымының азабын естеріңе түсіп жыламағандарың үшін де жылаңдар деген сияқты хадисте келеді. Өйткені пайғамбарымыздың осы ат қауымы, Самуд қауымы шашын ағартып жіберген дәрежесі біздің қауымда сол нәрседен болып қалмасын деген мақсатта қараған екен ғой негізінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисіне толықтыратын болсақ, имам Ахмадта жететін хадистер сендерге соларға түскен азап түсіп кете ме деп қорқам дейді. Бірақ қазіргі таңда өкінішке орай соның ішінде жүріп туризмдік айналып кеткен жерлер болып кеткен да. Енді бір қызығы бұл екі мағынаны да қамтып кете ме деп ойлаймын ше, пайғамбардың айтқан саллаллаху алейхи вассалам. Оның ішіне кіру дауыс түсіп кетіп анандай азаптап жүре ме деп. Немесе екіншісі сол қауымның айналасында жүріп өздеріне сол жақта жүргеннен кейін Аллах тағала сендерге де, яғни Аллахтың бір азабын бір түрі өзіне алыстатып жібереді ше. Өзіне алыстатып қандай бағанағындай қауым болып шектен шығатындардың қатарына қосып жіберме деген сияқты. Сондай бір дәреже жеткізіп жібере ме деп қорқам деп те, екінші мағынасы шығып қала ма деген ой келеді ше. Жалпы Алланың азаптарының біріне келетін болсақ, Аллахтан зікір ете алмай қалу ғой. Мына дүниеде. Одан да үлкен азабы кейін ақиретте басталады да. Яғни Алла кімге жамандық қаласа, кімді құртқысы келсе, оған өзін зікір еткізбейді деп айтады. Сосын осы жерде кешегінде айтатын болғандай, адам Аллаға деген былай айтқанда Аллаға ғана құлшылық қылу керек, және Аллаға шүкір етушілердің қатарынан болу керек, және де кішіпейіл болған құлдардың болу керек. Өйткені мына жақтағы біз өткен нәрселер не деді? Тоғуаха деп айттық қой, мана шектен шыққан тәкаппарлықтың жаман сипатынан екенін көруге болады, және тәкаппарлықтың не нәрсеге апаратын? Алланың әміріне, Алланың атына келіп тұрған насихат айтушыларға қарсы амалға қарай қадам бастыруға итеретін білетін болдық та. Тәкаппарлық деген сипат. Алла осы сипаттарын бізді сақтасын. Яғни тәкаппарлық жамандығы. Одан кейін осы Салих алейхиссаламның сабырлығын көрсек болады. Өйткені ол кісіге Аллах тағала уастабир дегенге сабырлық көрсетті шынайы. Және ол кісінің ана Құран аяттеріне келеді, шынайы жанашырлық танытып, олар шақырған, қауымым ойланып көріңдерші деп ше. Мені қазір Рахман өз мейірімен жіберіп тұр, Аллах жіберіп тұр. Енді мен сендердің артынан еріп, бағанағы бүкіл ісіміз басқарып тұрған қарсы шықсам қалай болады деген сияқты жеңіл де жеткізген түрлері бар да ол кісінің. Шынайы сабырлық танытқаны, шынайы олар шақырғаны, бүкіл әдістеманы қолданғаны бізге де дағуатта осы пайғамбарларды өнеге алу керек деп ойлаймын. Алейхиссалату вассалам. Және сол өнегелердің бірі ол Салих алейхиссаламды қауымы сен сиқырланғандардың бірісің деген сөз айтты ғой. Яғни дағуат жасап жатқан, дінді ұстанып жатқан, дінге шақырып жатқан адамды сиқырланған, сен дінге кіріп кеткенсің, адасып кеткенсің деген сөздерді шығар мүмкін қазіргі қоғаммен салыстыратын болсақшы. Сол секілді дінді ұстанатын адам сырттан келетін неше түрлі сөздерге сабыр ету арқылы өзінің дінін кемеліне жеткізіп ұстану керек деп ойлаймыз. Өйткені сиқырланған немесе сен неше түрлі сөздерді айтылады қазір қоғамда, сен араб болсың деген сөз сияқты, дуаланғансың, дінге қатты кіріп кеткенсің деген сөздер, бұл нәрседе барынша сабыр ету керек екендігін осы Салих алейхиссаламнан алсақ, үлгі-өнеге алсақ болады. Енді жалпы пайғамбарлардан алатынымыз насихат та сабырлық қажет, насихат қылып жүрген кісіге, және де тәкаппарлыққа берілмеу керек. Табандылық болу керек. Құлшылық та табандық, ықыластылық қой. Жалпы Аллах тағала жіберген дінінде құлшылығында ықыластылық, табандылығымыз болу керек. Және бұл Салих алейхиссаламның қауымынан бір алатын ғибрат мынау, өзіңнің істеген ісіңе тамсанып кетпеу.
жаңағы өздері үй салады және оған тамсанып кетеді ғой. Иә. Қатты тамсанғандықтарынан соншалық жаңағы деп мастер знает свое дело деген сияқты мысалы сондай нәрсе болып кетті. Сол себепті қазіргі біздің уақытта да мысалы бір істі істедік па оған қатты не істемеу, тамсанып өзіңді бір не қылып көріп кетпеу. Және Аллах тағаланың жіберген дінін қандай да бір саған беріп жатқан сынағынан не алу, ғибрат, өнеге алу. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, осы Салих алейхиссаламнан пайғамбардан қиссасынан өздеріңізге жақсы бір өнеге, ғибрат аласыздар деген ойдамыз. Алла разы болсын. Бізде келесі пайғамбар Ибрахим Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам иншалла. Ассаламу алейкум.